Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай сочный әрі әдемі болып шығатын осындай котлеттің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видеолар шығады, сол себепті менің каналыма жазылып алыңыздар. Ең алдымен котлетімізге керекті заттар: фарш және де картоп, пияз. Ең алдымен осындай үккіштен осындай ірі жағынан пиязымызды өткізіп аламыз. Пиязымызды өткізіп алдық, енді оны таза тұрған ыдысымызға салып аламыз. Енді картопымызды үккіштің осындай майда жағынан өткізіп аламыз. Міне өткізіп дайындап алдық, енді оны да пиязымыздың үстіне салып аламыз. Міне жуамызды және картопымызды салып алдық, оның үстінен өткізілген етімізді саламыз және де тұзымызды, қара бұрышымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Міне котлетімізді жақсылап араластырып алдық, енді оны дөңгелекше етіп, жақсылап қолымызбен әдемілеп аламыз. Барлық фарштарымызды дәл осылай жасап шығамыз. Міне котлеттерімізді жасап дайындап алдық, енді оны 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің котлеттеріміз пісіп дайын болды, өте дәмді әрі сулы, әдемі болып шықты. Дәл осы 3 қана затпен сіз дәл осындай сочный котлеттерді жасап шыға аласыз. Өте дәмді. Мысалы гарнирге рис немесе пюре, макарон ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.